söz бастайын асықпай кеп мардымды ой айтуға машықтай боп. Өлеңімді байлығым деп санаймын, дүниеде жатпасам да асықпай боп. Армысың айтыс сүйер, ардалашым, жақсысын жақын тұтар жаспай көп. Патша көңіл халыққа қызмет қылам, қолдауызға жалғаған асықтай боп. Ханнан биік тұратын халық едің, сабалтыннан құйылған асықтай боп. Ағайын ықыласыңды аңсап келдім, сүйіктісін сағынған ғашықтай боп. Жан сарайын көргенде бұл халықтың хан сарайы қалардай лашықтай боп. Жүзден жүйрік ал тұлпар мыңнан шығар, тұлпар болсаң сөздеріңді жылдан шығар. Бойың жайыңа сенің қанық емес едім, бойыңа бәлкім жігер тұнған шығар. Елге әйгілі сырым ақын келеді деп театрға ел ақпасын бұрған шығар. Алматыда ал мен ешкім танымайды, сонда да шапалағын ұрған шығар. Өтірік болса дағы қонағына шапалақпен қошемет қылған шығар. Құдай білет көрермендер осы мені Қытайдың ақыны деп тұрған шығар. Ал қалаған әлеумет бұл қай жақтан деп сұрасаң, Жамбыл деген жерденмін, қылышынан қан тамған, ағадыл туған төрденмін, тілдерінен бал тамған, Шорабек пенен Әзімбек, Алтынкүл туған жерденмін. Айтысқа кел деп шақырған, басқасы болып отырған Мұхамбетжан туған төрденмін. Тірескеннің тізесін, белдескеннің белін сындырған, жақсылық туған жерденмін. Елбең жүгірген, ебелек отқа семірген, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты Рысқұлбек туған төрденмін. Онымен қоса ағайын 22 жыл бұрын осыдан аяулы арлы анамның тар құрсағын кеңейтіп, тас емшегін жібітіп, қаймана менің қазағым, ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен, Алматының төрінде, желтоқсанның желінде, тәуелсіздік алған жыл дүниеге келгенмін. Айтыс деген тасыған жыр арнасы белгілі су алмасы. Жеребе мен тағдыры шешілуде, ақындардың суырылып тіл алмасы. Бақтиярдың белгіледі бұл әсетті, айтысқа қыздар менен шығармасы. Қызбен емес әсетпен шыққаныңа бауырым тімертерек қуанбашы. Сахынада әсетпен жүк боп қалып сырыңның қатып отыр бұған басы. Тұзы жеңіл байғұсқа біздің қазақ шоқпардың тиеттеуші жуан басы. Бәсекен ғой, алайтыс бәсекенің бас екен ғой. Сойылмын жуан баспын деп отырған, мұна әсет сырымға қас екен ғой. Не жуан бас, не сойыл айтып отқан, бұл өзі студенттердің асы екен ғой. Жуан бас деген не бас деп отырсам, жуынмаған әсеттің бас екен ғой. Жаратқан бәрімізді Алла шебер, жарасалы Алла бізді қолдас екен. Сойылдың басымын ғой деп қоясың, сөзіңіз маған айтқан солма сенер. Өлген қойдың көзіндей көздерің көп, ол жаққа сырым өлген өлең жолдас екен. Сойылдың басына көп ұқсамайсың, сойылған қойдың басы болмас екен.
Bismillah, amandasıp suyuktelmin. Salimdi yelge bastı iyip bergim. Assalamu aleykum ağayın jurt görelim özgelerden biyik kevden. Bir salam Almatılık studentlerge. Avtobus kareng suyup gelgen. Okudun kıyındığı az bolganday ofitsiant bop nesimin jıyıp bergen. Күнімен оқып жұмыс істеп, түніменен YouTube'дан клип көрген. Үйертеліп жатса да жаңалық қып жариялайтын ВКонтакте, Твиттерден. Залда отырған арулар қалайсыңдар, дұғидың барлық түрін құйып келген. Студенттердей көрермен табылама айтыстай ардөнерді сүйіп келген. 500 мың теңгесіне билет алып, bir günkü abetlerin tiyip belgen, kun dönerden kızığın göremiz deyip, bir dönerden akşasın kıyıp belgenler. Onları görgen geldi, sen ayakday, körüp durup ketesin, kalay almay. Köz tartıp tele yürgen, sol dönerde cemeyi geti ösemez, onay onday. Endişe dal osunda yerlik kılgan, yenişini aytsayık can ayanmay. Tavmalak belgen halik razı bolsun, aytıstan talay vakit taray almay. Uyatqa qap жүрмесек bolday tevir, halықтың talabına jaray almay. 500'üne bilet ap kelgen elдің, 500'üne gitmeyik, qaray almay. Tirlikte tarqap keter tez bayanı, Jastық шақ жалындайтын кез қой әлі. Алматы арман қалам, ару қалам, өзгеше өз сипаты өз бояуы. Аяулы ақындарға сенен басқа алақан табыламы өзге аялы. Қаламның көркемдігі соншалықты көп тесіліп қарасаң көз дояды. Алматының базары өртенгендеп, күншілдер неше түрлі сөз жаяды. Барақолқы өртенсін, өртенбесін, келбетіңнен келесің жазбай әлі. Базарыңдан айырылып қалған менен, ажарыңдан айналдым, бәзбай ағалай. Ақындар бүгін міне сап құрған ай. Бірін жақын ал, бірін жат қылған ай. Қасыма әсет ақын қайдан келдің шаншардағы әулеті ақтырнадай. Шыныменен қызменен шықпай қалдым, әсетті басым әкеп бақ қылған ай. Қыздың бәрі қырылып, мен шыққанша қызменезді әсетке тап қылған ай. Babымен қайнаған соң жыр қазаны, бір ақынға ауады мың назары. Аллаға шүкір бүгін айтыс болып, аламан мен халықтың кірдажары. Ал менің қарсыласым бұл әсеттің, тол екен жырға жағы, сырға жаны. Өзіңменен айтысқым кеп жүреді, деген соң әжептеуір жыр жазағы. Ажал айдап келді ме кім біледі, алдыма өзің кепсің бір ғажабы. Түлкіні түлен түртсе өзі келіп, аңшының ауласынан әмғазадым бай. Мінеки кезің кеп тұр сенің шабар, шапсаңыз шапалақты елің соғар. Жақында оқуыңды бітіріп ең, Жансың ғой жақсылыққа жолын салар. Бірақта әйел алмай бойдақ жүрсің, көз құсасын жігітсің көрінсе жар. Әбәдемі жұмыс бар, үйіңіз бар. Әртүрлі шаруаға не бір шабар. Жұмыстан қол демейді, ұйқы жоқ деп, айдасын қойғанымда менің сауал. Тезірек бір әйелді алмаймысың, қорамсапқа кез келді қолын салар. Шын келін әкелмесең, әке шешең қашанғы көреді енді келін сериал.
Күнүменен ұйықтатпайтын жұмысың бар, түнімен ұйықтатпайтын келіншек алла. Құдай-ау қырсық шалды қолда мені, сырыңының осындай жорған еді. Өзің жақсы білесің, былтыр жазда үйленуге ниетім болған еді. Не істеймін деп сол жазда ақыл сұрап атасының үйіне әсет барған еді. Үй болу оңай нәрсе болған менен үй болғайын деп шығарып салған еді. Апам да осын айтып шыны керек қуанттыра қоймадай олда мені. Бойдап жүрген ағама барып едім, қой-қоятыр әлі келін алма деді. Су сұраса сүт берген жеңгелерім, асық бәлі өмірің алда деді. Ең қызығы өзімнің туған әкем, байқа балам бармақ тістеп қалма деді. Келін емес келсаптар көбеюде, алдымен бір жақсы қыз таңда деді. Сөйтіп бір сұлу қызға жолығып ем, квартираң машинаң бар ма деді. Жұмыс көлік квартираң болмаса егер, ендігәрі қоңырау шалма деді. Байлық түгіл айлығым жоқ деп едім, онда мүлде мазамды алма деді. Ішерге ас киерге киімім жоқ, киім сатып алатын тиыным жоқ. Киімімде болар еді тиынымда, сатар қәттен үйімде сиырым жоқ. Шіреніп шалғы өмір сүріп жүрген елдікінде қос ресторан астанам жоқ. Расында пәтер жалдап тұратын ем, басында байтал түгіл баспанам жоқ. Қыздарды алдайын деп, арбайын деп, айтысқа келмебен қыз таңдайын деп. Құдай жазса келешекте үйленермін, құрбы құрдас қатарымнан қалмайын деп. Сырымыным әйтпесе көріп тұрсың, бүгін ертең үйленетін жағдайым жоқ. Басқадырып біреудің қызына бап, аш қатырып өлтіретін жағдайым жоқ. Анаңның руы жаныс қой, ағаңның руы жаныс қой. Сырым мен әсет негізі көптен бері таныс қой. Айтыс сайын сен бала ылғида жүлде аласың. Болған соң әсет нағашың. Өзге емес бүгін енді өзім көрейін бұның шамасын. Әсетке жиен болған мен Айнұрға күйеу баласың. Өткен жолы бұл бала бекарысты да ұтқан қой. Айтбайдың екі аяғын бір етікке тыққан қой. Төреғалимен кезінде жекпе-жекке шыққан қой. Ақынды өнер негізі нағашыларынан жұққан қой. Айтыста көлік мінеді, оны да халық біледі. Бірігіп Айнұр екеуі шамасы магнит жұтқан қой. Айнұр мінсе ай сайын Айнұр енесінен жұққан қой. Маманып болғаннан соң сөзбен жүрдің, ол рас Айнұр апамды тез көндірдім. Бұйыртса Айнұр апамыздың қызын әйел қылуды көздеп жүрмін. Себебі Айнұр апамның өзі сұлу. Осыған куә болған көз болып жүрмін. Өз басым сұлу әйел тапқанға емес, сұлу ене тапқанға мәз болып жүрмін. Айтасың ел аузында бөлек шаңыз, сырымда болған менен ерекше ауыз. Көлік алу Айнұрдан жұтқан қой деп, айтқан сөзің ақиқат емес нағыз. Көлік түгіл дөңгелек ұтқаным жоқ. Бұл сөзіңді бұл халық демес баңыз.
Kölük tügül kızın da görgenim yok. Tek oğan bolup жүрмін көбек шабыз. Kızımdı beremin dep айтқан менен көзüme көрінген жоқ невеста қыз. Kızdarım berip alıp көрсетпейтін қызық адам екен ғой Енешке мырза. Жиенге дегеннен соң сый бөлемін. Шабытым оянады кейде менің. Мен биыл үйленбеймін деп айтасың, мен мұндай сөздерінен жиренемін. Ертерек семья құрған жас балаларға Алла өзі береді күй көмегін. Айтыстан бас жүлде алып, қайтсаң болды бақтияр деп отыр ғой үй беремін. Егерде үй берсіңдер көп кешікпей, әсет құсап бұлжамай үйленемін. Сыйлайтын көркем көңіл күй жаңаша, айтысты ардақтайды биғараша. Сендердей айтыс сүйер халық барда, ақындар түсе қоймас күй қаласа. Айтпесе осы күні кей жастар бар, төленерді көрмейтін қинамаса. Айтысқа келмесе де сол бәлелер шауып келе қалады ол кино болса. Ұлттық дәстүр дегенді пысқырмайды, Леди Гага кешіне жинамаса. Сондай жандар қастерлеп құрметтейтін Хэллоуин емес бізге мейрамаса. Реп айтып қарлемшек билеймін деп тоқтамайтын сүйегі қирамаса. Мен сондай айтысты менсінбейтін көп жастарға таңғаламын бола алмай кейде араша. Атасының басына қазақ болып жүр, атасының өнерін сыйламаса олай. Болған соң түрі бала, тілі дана, біздер үміт артады ұлы дала. Тоқта десең осымен тоқтатамын, тізгінді қоя салар сырамала. Біздерде жастар айтыс өте сирек болады, қолпаштап қолдау бермей әнек аға. Бірақ бүгін қаншақын шықпай қалып көктей солды, қураған гүл секілді құмырада. Бүгін жастар бірақта айтыс жасап, шулап тұра алмасы да ере қала. Ең бастысы өздері ұйымдастырған мәселе қайда жатыр міне қара. Үлкендер айтыс жасап бермеді деп немене жастар енді қаралама. Қашан қайдыр Балғынбек шыға берсін, біздердей жастар шықсын түрі жаңа. Ағайын осы сөзім рас болса, бір шулап қой сырымдай олыңа да. Айтыстың айтын аман болсын десең, біздердей жылғаларға жылғы қарамай. Бауырым жон теріңден ақы осайын бау. Барымды сапмысыңды үгәгәй басайын бақай. Шаң жұқтырмас нағашым әзімбектей, бәріңді бір-біртіндіп шашайын ба. Әне кізет көрсетіп әлде бүгін, өнерің өзілесімді қосайын ба. Сыйласаң сый көресің дегендей ақ, жол беріп бір жомартты үгәгәй жасайын ба. Сегіз қырлы бір сырлы танымалым оу, жігіттің бір едің ғой үгәгәй бағы қалың ай. Жастармен жағаласам әрмен қарай, жүрісіммен тәуімнен жаңыламын.
Ағайын досым менен сау болыңдар, сендерде есім алып сағынамын. Ақтық сынға өткізбей ақ қойыңыздар, әйтпесе сарвайым ғой салынамын. Сақалымды сапситып, финал өтіп, балдар мен бала болып үгәгәй нағыламын. Рахмет. Қадірлі ақындар, олай болса айтысты бастаған Әсет Дүйсебаевтың ұпайын берсек.